Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте дәмді манты дайындаймыз. Ол үшін бізге ең алдымен тестісына 500 грамм ұн, бір салқын жұмыртқа, жарты чайный ложка тұз және 200 мл салқын су керек. Осының барлығын қосып, жақсылап қамыр илейміз, ең қандырып. Видеода 190 деп көрсетілген, мен кейіннен 10 мл су тағы қостым, сонда барлығы 200 мл су. Егер сіздерде таразы болмаса, бір стакан салқын су құясыздар. Қамырды жақсылап илеп болған соң, бетін жауып қойып қоямыз. Көлеңкеге орап қойсаңыздар да болады. Салмасына менде бұл жерде 600 грамм фарш, май мен етін қосқанда, және 1 кг пияз, жарты килограмм картоп бар. Егерде сіздерде отбасыңызда адам саны көп болса, салмасын да қамырдың көлемін де көбейте берсеңіз болады. Пиязын жақсылап, картопын жақсылап турап, барлығын араластырып, тұз бұрышын қосып, ең бірінші жуамызды бөлек, қаттырақ мыжғылап, сөлін шығарып араластырып аламыз. Одан кейін басқа заттармен араластырып, жақсылап араластырамыз. Менің мамамнан үйренген бір әдісім, бұл салмасына міндетті түрде сұйық-май қосамын. Осы мантының өте дәмді шығуының бір әсері осы болу керек деп ойлаймын. Қамырды бірнеше рет қайтарып илейміз. Ие қанған қамыр жайған кезде арасында комочкасы қалып кетпей, өте тамаша болып шығады. Және қамыр жайған кезде бір-екі затты ескерсеңіздер екен. Ең бірінші қамырыңыз кішкентай кезінде ұнды көбірек қосып, қамыр жайғанда бас жағында. Ал қамырыңыз үлкейген сайын, яғни сіздің жайған жаймаңыз үлкейген сайын ұнды азайтасыздар. Себебі қазір мантыны түйген кезде ұнды көп сепсеңіз, мантыңыз жабыспай қалады. Сосын осы жайманы жайған кезде күшті ортаға емес, оқтаудың екі шетіне саламыз. Қамырымызды әдемілеп осылай видеодағыдай кесіп аламыз. Кесіп болған соң видеода сіздерге қамырдың остаткалары да кесіліп жатқаны көрінеді. Мен ешқашан мантыдан қамырдың остаткасын тастамаймын. Кептіріп, лапша қылып кесіп аламын. Ысырап болмайды, әрі тамаққа пайдаланасыз. Осы әдісті сізде пайдаланып көріңіз. Жаңағы жарты килограмм қамырымыздан 2 зуала жайма шығады. Менің бұл жерде түйу әдісім көрсетілген. Сіз осылай мантыны түйіп жатқан кезде, мантының ыдысының астыңғы бөлігіне су құйып, салқын су құйып, газдың астын жағып қоямыз. Сіз манты түйіп болам дегенше суыңызда қайнап дайын тұрады. Және де мантываркасының әр листісін майлап, мантыларымызды жақсылап орналастырып, мен арасын жақын қылып орналастырғанды жақсы көремін. Үстіне де сұйық май жағуды ұмытпаймыз. Өйткені менде сұйық май жақпай пісірмеймін, құрғақ болып қалады. Егер сіздің мантываркаңыздың қаппағы дұрыс жабылмайтын болса, бетіне міндетті түрде майлық жабуды ұмытпаймыз. Ауа бу көрмеген манты өте жақсы болып піседі. Бұл жерде менің манты піскеннен кейінгі төңкеру әдісім көрсетілген. Егер білмейтіндеріңіз болса, осы әдістерін пайдаларыңызға жарасын. Мен 2 листі мантыны осылай бір үлкен ыдысқа салып, бетіне начинкасын салдым. Видео ұнаса пікір жазамыз.